Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алдын өздеріңізбен бірге жасаған заквасканы дұрыс тамақтандыруды, яғни дұрыс көбейтуді көрсетіп өтетін боламын. Менің закваскамның дайын болғанына бүгін 10-ші күн. Мен 10-ші күні заквасканы көбейтетін боламын, яғни заквасканы тамақтандырамын. Сіздер закваска дайын болғаннан кейін 3-4 күн өткеннен кейін де тамақтандыра берсеңіздер болады. Жалпы закваска дайын болғаннан кейін 10 күн өткеннен кейін тамақтандырсаңыздар да болады. Бірақ 10 күннен ары қарай асып кетпеуі керек. Заквасканы тамақтандырудың ең дұрыс тәсілі ол әр 3-4 күн сайын тамақтандырып тұру. Сол кезде сіздердің закваскаларыңыз өте белсенді болады. Ал енді закваскамызды тамақтандыруға кірісеміз. Ол үшін қолдарыңыздағы бар закваскаларыңызды дәл осылай таразыға салып өлшеп аласыздар. Менде 287 грамм закваска шықты. Енді дайын закваскамыздың үстінен кәдімгі краннан ағып тұрған суымызды құятын боламыз. Дәл 287 граммды өлшеп қоямыз. Закваскаларыңыз қанша грамм шықса, сонша мөлшерде су құятын боласыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 287 мл суды өлшеп құйып алдым. Енді ұнды салатын боламыз. Мен пионер ұнының бірінші сұрыбын пайдаланамын. Ұнды да қыздар 287 граммын өлшеп салатын боламыз. Яғни закваскаларыңыз қанша грамм шығатын болса, сонша миллилитр су және де сонша грамм ұн қосатын боласыздар. Үшеуінің де салмағы тең болу керек. 287 грамм ұнды да салып алдым. Енді қолымызбен жақсылап үшеуін араластыратын боламыз. Закваскаларыңыз сумен, ұнмен жақсылап араласуы керек. Бізде қамыр болмайды. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қоймалжың масса шығатын болады. Дайын болған қамырымызды банкамызға салып алатын боламыз. Менде 2 литрлік банка болғандықтан соған салып жатырмын. Егерде сіздердің закваскаларыңыздың көлемі аз болатын болса, 500 мл болмаса 1 литрлік банкаға салсаңыздар да болады. Банкамызға толықтай қамырымызды салып, бетін жауып, жылы жерге бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілгеннен кейін алдыңғыдай тоңазытқышқа салып, сақтап, ары қарай пайдалана беретін боламыз. Тамақтандырған закваскаларыңыз дайын болғаннан кейін, 3-4 күн өткеннен кейін қайта тамақтандырып, көбейтіп алсаңыздар болады.